Қазақстан Республикасы бойынша жарияланған төтенше жағдайға байланысты сарыағаштықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында аудан аумағына 3 блок бекет қойылды. Полиция қызметкерлері аудан аумағына кірген және шыққан автокөліктегілердің жеке басын куәландыратын және жол жүргізуші куәліктерін, сондай-ақ жүк салғыштарын жіті тексеруден өткізуде. Азаматтардың маңызды және тікелей қауіпсіздігіне байланысты қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Түркістан облысында 5 қаңтар мен 19 қаңтар аралығында төтенше жағдайлар енгізілді. Түнгі сағат 23:00-ден таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат енгізілді. Осы коменданттық уақыт кезінде, яғни түнгі 23:00-ден таңғы 7-ге дейін аудан аумағында жүруге, автокөлікпен немесе жаяу жүруге тыйым салынады. Қалған уақытта тыйым салынбаған. Төтенше жағдай кезінде жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттар тексеру, олардың өздерін тексеру, автокөліктерін тексеру қамтамасыз етілген. Осы Түркістан облысына кіру, сондай-ақ одан шығу шектеу қойылған. Аудан аумағында 3 бекет қойылды қазіргі таңда. Ол Қапланбек ауылдық округі, Шеңгелді ауылдық округі және Көктерек ауылдық округтеріне бекет қойылды. Ол жерде Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері күндіз-түні қызмет атқаруда. Сонымен қатар 23:00-ден кейін ауданға ешкімді кіргізбейді. Сондай-ақ Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің инспекторлары аудан тұрғындары мен қонақтарынан түнгі сағат 11-ден таңғы сағат 7-ге дейін көшеге, яғни үйден шықпауларын сұрайды. Халима Мақсатқызы, Айдос Дәулет, Сәтел арнасының жаңалықтар қызметі.